Мен Ұлан каналыма қош келдіңіздер. Мен қазір Бурабайдағы Бөлектау деген тауға қарай шығып бара жатырмын. Қараңыздар. Жартысына енді келдім. Кәдімгідей ентігіп қалдым негізі. Үлкен кісілерден қарағанда бұл тауға жастар көп шығады. Себебі үлкен кісілер енді арнайы шығатын жері болмағаннан кейін үлкен кісілерге кішкене қиындау ғой енді. Сондықтан көбіне жастар осы таудың басына шығып, бағана қайықпен қыдырған кезде төменнен байқап қалдым. Қайықпен суға қыдырған кезде, жоғары қарай қараған кезде жастар Қазақстанның туын алып, сол таудың басына шығып, туды желбіретіп, барлық естелікке суретке түсіп жатыр екен. Алыстан қарағанның өзінде кәдімгідей әдемі көрінеді енді. Сондықтан енді шығу оңай емес, сонда да шығып өз көзіммен көрейін деп осы Бөлектаудың басына қарай шығып келе жатырмын. Қараңыздар. Әлі жартысы бар. Осындай кәдесый алдым. Қараңыздар. Енді естелікке ғой. Жалпы жүрген жерімде осындай кәдесыйлар алып жүргенді өзім жақсы көремін. Әр сәттің ерекше бір естеліктері болса екен деп ойлаймын да. Сонымен үйге барып, тоңазытқыштың сыртына осындай кәдесыйлар жабыстырып қоямын. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.